Баршаңызға қайырлы күн достар. Бірер минутта өте дәмді десерт жасаймыз. Бұл десертті қонақ аяқ асты келіп қалғанда тез жасай салуға болады. Және қолжетімді ингредиенттерден жасалады. Ол үшін бізге алма, банан, сгущенка және қаймақ керек. Алдымен алма мен бананды кубиктеп турап аламыз. Үстіне сгущенка мен қаймақты қосамыз. Және жақсылап араластырамыз. Бетіне қалауынша печеньені жаңғақ қосса болады. Міне достар, өте дәмді десертіміз дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ас болсын.